әйелдер қауымынан қолдау көп. Себебі әйелдің жанын әйел ғана түсінеді. Олардың да іште бір жарақаттары бар шығар, орындалмай жүрген армандары бар шығар. Олар да мені іштей түсінуі мүмкін. Сондықтан да еш мойымай, қорықпай, мүмкіндіктер беріліп тұрған әдемі заманда өзіңізге ұнайтын өмір сүріңіз деп айтар едім. Ол үшін өзіне сенімді қайтадан қалыптастыру керек қой, сену керек өзіне. Сіз өзіңізге сенімділік қайтадан қалай келді? Сіз өзіңізді қолға қалай алдыңыз? Арманыңыз? Мен бір қандай да бір кейде айтам да, барлығы өз-өзінен келіп жатты. Жоғарыдан келген маркетинг деп айтсам бар ғой. Маған жоғарыдан Алла тағала өзі маған маркетинг деп шашып жіберді. Маған мөлдір, мен саған бердім дайын дүние. Енді әрекет ет, жұмыс істе, жатпа, тынба, еңбектен деген сияқты. Қалай айтсам екен? Ән айтам, 3 күннің ішінде хит болады. 3 күннің ішінде көптің жүрегінің орны алады. Кино түсіріп жатырмыз, өздеріңіз сияқты ақпараттық қолдаулар жан-жақтан келіп жатыр. Ал егерде бір әдейі маркетинг жасап, жұмыс жасайтын болсаңыз, мысалы, мен сізге шығу мүмкін. Жоқ, бізде ақыл түрде деп айтуыңыз мүмкін. Ол заңдылық. Оның барлығы қазақ қолдау деп қабылдар едім. Сөйтіп қолдауларды көріп жатқанда, көрерменнің көзайымына айналып жатса, шамалы болса да, неге ілгері баспасқа, неге алға баспасқа, неге жұмыс істемеске? Мен былай салыстырмалы түрде де бүйтіп қараймын да, менің басымнан қазір дәл осындай жағдай өтіп жатыр. Иә, енді бір сынақ келіп қалған шығар. Бірақ менен де қиын сынақ көріп жатқандар көп қой. Одан да ауыр сынақ көріп жатқандар бар. Кез келген көңіл күйім түсіп құласып қалған уақытта бірден өзімді тез жинап алуға тырысамын, жан-жағыма қараймын, салыстырмалы түрде келіп, өзім тәубеме келемін. Басқаларға қарағанда менікі шүкір ғой. Шүкір деймін. Мен өзім шүкіршілігім көп адаммын, қарапайым адаммын, тағы не айтайын. Өзім мақтағаным емес, әр нәрсеге қуанып, көңілді жүретін адаммын. Жарайды, енді осы жерден сіз жыладыңыз, әрі қарай мен... Болды, жыламай, жақсы болды. Шыққысы келіп тұрған жасым шығып кетті. Мөлдір ханымға берген уәдем бар. Сондықтан сол уәдемді бұзбай, әрі қарай әңгімені ол жаққа қарай тоқталмайық. Жеке өміріңізге қарай, былайша айтқанда капацитетпен қойыңыз. Тұрсынбек Қабатов жақсы адам. Тұрсынбек мырза жақсы адам. Тұрсынбек елдің азаматы, халықтың адамы. Ел жақсы көреді. Ел сүйет. Егер де біздің арамызда қандай бір жағдай болып қалып жатса, бір өсек сыбыс әңгімелер естіп қалып жатсаңыздар, өзім құрбыларыма да айтамын, туыстарыма да айтамын, дайректте жазып жатқан жандарға да айтамын да, сіздер Тұрсынбекті жек көрсетпеңіздер. Ол бұрын қалай жақсы көрдіңіз, бұрын махаббатыңыз қалай болды, сол махаббат сақтап қалыңыздар деп айтамын. Жалпы жақсы адам. Мен Тұрсынбекті жамандамаймын да, жаман қасиеттерін айтпаймын да, себебі ол 20 жыл отасып, айтуға өмірімдегі енді жақыным ғой. Сондықтан да құрметті көрермендер, ол кісі жақсы адам деп айтамын. Біздің қоғамда соңғы кезде өзіңіз байқаған шығарсыз. Бұл сөзді не үшін айттым? Себебі пікірлерді оқимын ғой. Ол кісінің адресіне де негатив пікірлер жазылып жатады, өкінішке орай. Өте көп жазылып жатыр. Сондықтан да баталарыңызды беріп, жақсылық тілеп жүре берейік. Қысқа ғана ғұмырда бір-бірімізді сыйлап өте берейік деп айтқым келеді. Біздің қоғамда cancel culture деген қалыптасқан. Бойкот, яғни бас тарту мәдениеті. Ол керек емес нәрсе сол. Шакенти деген бар, әйелін ұрған, бірге тұрған әйел үшін барлық кинолардан кесіп тастады оны. Тағы да басқа, мысалы, әртүрлі отбасымен, немесе басқа танымал тұлға, егер теріс қылық көрсететін болса, оның әндерін ешкім тыңдамайды, киноларына бармайды, концерттеріне бармайды деген сияқты. Бұған сіздің көзқарасыңыз қандай?
өмірде енді адам қателеседі ғой. Егер мысалы жаңа Тұрсынбек мырзаға әртүрлі комментарийлер жазып жатыр. Айттым ғой жаңа, сіздің сұрақ қойғанша айтып тастадым мен жауабымды. Егер сол бас тарту мәдениетіне жалпы. Мен айтамын жаңа, ешқандай концертінен бас тартып, оған деген жаман дүние жазып керек емес. Мүлдем керек емес. Өнерін ғана, иә, өнермен жеке өмірді деп бөліп қарау керек қой деп. Енді айттым ғой бір сөзбен, Тұрсынбек жақсы адам, өте жақсы адам. Адамға жамандық жасамайды. Біреуге берген қарызын ұмытып қалады. Ұмытып қалады. Ол қайттан сұрап алу емес, ол тіпті ұмытып қалады. Біреуге жасаған жақсылығын ұмытып қалады. Сондай. Ол адам бойына берілген ол ең керемет тамаша қасиет. Біреу ренжітсе, оған сөйлеспей араласпай кетуі мүмкін, бірақ оған бір кек сақтап, оның қайтара, мен осы уақытта маған осылай деп айтып еді, маған жамандық жасап еді деп айтпайды. Сол. Сіздің жақсы әйел болғаныңызды, әйел екеніңізді білеміз. Жалпы Мөлдір ханым қандай ана? Ана. Қандай ана? Қатал емеспін. Өз балаларыммен доспын. Сырласамын. Керісінше кейде мен өзімнің қыздарымның ақылын мен тыңдаймын. Ақыл айтады. Ақыл айтады маған. Кішкентай болып деңіз. Иә, ақыл айтады. Қыздарым үлкен ғой? Иә, 20-да үлкен. Мен барлығын жеке 5 балама 5-еуін 5 тұлға ретінде қараймын. Сен қалай ойлайсың? Ол жауабын біліп тұрсам да, мен ол баламның пікірін тыңдаймын. Сосын жарайды, жақсы, сен өте дұрыс айттың, мен солай жасайын деп айтамын. Ер балаларға әсіресе, Нұриман, Райымбек деген балаларыма. Киген киімге дейін қалай ойлайсың, жарасып тұр ма? Мынаны киейін ба, мынаны кимейін ба деп. Олар соған риза болып. Үлкен адам шығарып алсам. Үлкен адаммен. Қандай лайфхактармен бөлісе аласыз ба? Мотивация. Мен өзім негізі жақсы мотиватормын. Мен сіз отырған жеріңде бар, қазір мотивация берсем ғой, сіз келесі күні осы жердің басшысы болып кетуіңіз мүмкін десең. Адамға сенімділік бойына дарыта білу. Біріншіден, мен адамға барып, мен сені жақсы көремін деп айта алмауым мүмкін, бірақ оның жақсы қасиеттерін айтуым мүмкін. Сен бүгін күшті киініп тұрсың. Сен бүгін жайнап тұрсың. Немесе сенің бойыңда осындай қасиет бар. Сен болашақта үлкен компанияның президенті боласың. Сенің осы қасиетің маған ұнайды деген сияқты дүниелермен бөтен адамдарға да, жұмыстағыларға да сенімділік береді. Сенімділік беру. Ол өтірік айта беру емес, шынымен бір нәрсе байқап қалса, танымайтын адамға өзі көрмейтін нелерді байқайсың. Сен сондай жақсы адамсың деп айтам. Жақсы адамсың. Иә. Сөйтіп балаларыма әсіресе бәріміз бір отырып қалғанда, бір жерге бар шай ішетін болсақ та, үйде отырғанда да, сен мысалы әдемі, сенің қасиетіңде, сен архитекторсың ғой. Мысалы ертең Қазақстанға келгенде, сен шетелде оқыған біліміңді біздің елімізге өзіңнің үлесіңді қосуың керек. Ел мақтанатындай, қазақтар мақтанатындай, міне біздің әдемі Тұрсынбек қызы, қазақ қызы осындай дүние жасады деген нәрсе жасай алатыныңа мен сенемін деп айтамын. Сен жасауың керек деп міндеттемеймін, ол уже мойнына міндет алып қалып, ол не істеуі мүмкін, қиналып қалуы мүмкін ғой. Екінші қызым айтам, сен сондай әдемісің, сен әншілікке, сахнада жарқырап тұруға жаралған адамсың. Егер де сен үлкен жұлдыз болсаң, әдемі сенің макияжын жасап береді, саған киім тігіп береді. Ал Айару сен қасында үлкен қойылымдарын жасауы мүмкін. Ал Нұриман болса, ол компанияның президенті, саған спонсор болады. Осылай жай әңгіме арасында. Сеніп қалады оған. Иә. Не үшін былай қойып жатыр? Сіздің екінші қызыңыз қазір енді жастар арасында TikTok-тан кәдімгідей жұлдыз. Көпшілік жазып жатыр комментарияларда, мысалы, ата-анасының арқасы, әкесі танымал болғаннан кейін деген сияқты. Бірақ қыздың өзінің таланты бар бойындағы. Бұндай жағдайда айта ма сізге қызыңыз қалай болады деген сияқты? Ешқандай ренжімейді. Олар өз оған дейін де берген сұхбаттарында айтқан, мен деп тұрған жоқ. Иә, жарайды. Әкемнің арқасы болса, әкемнің арқасы деп ойлай беріңіздер.
қазіргі заман балалар басқа. Біз жаңа қиналамыз ғой, жаңа негатив пікірлерді оқығанда қиналамыз, ауырамыз, басымыз ауырады, кішкене сол күні бойы кешкен көңіл күйіміз болмайды, оны біз жан жағымызға оны жұқтырамыз, көрсетеміз қиналғанымызды. Ал қазіргі жастар, білмеймін, не қайдан келген қасиет, зумерлер ғой, қарамайды. Жаса берсін, айтса айта берсін дейді. Ең бастысы мен өзіме ұнайтын нәрсемен айналысып жүрмін.